Өңірде су үнемдеу технологияларын енгізу жұмыстарын жандандыру керек. Бұл туралы облыс әкімі жауапты басшылар мен аудан әкімдеріне тікелей тапсырма берді. Жалпы, аймақ жылдық су пайдалану лимитінің 63%-ын көрші мемлекеттер аумағынан келетін трансшекаралық өзендерден алады. Жаһандық жылынудың салдарынан бұл судың көлемі де азаюда. Бұл ретте тіршілік көзін тиімді пайдалану технологиясы бүгінгі күннің маңызды тақырыбы болып отыр. Түркістан облысы әкімі аппаратының апталық мәжілісінде өңірді ағын сумен қамтамасыз ету және су үнемдеу технологияларын енгізу бағытында атқарылып жатқан жұмыстар қаралды. Мәжіліске облыс әкімі төрағалық етіп, жауапты басқармалар мен аудан қала әкімдеріне нақты тапсырмалар жүктеді. Облыс аумағында каналдардың механикалық тазалау және бетон жұмыстарын мерзімде және сапалы жүргізуді тапсырам. Қолға алыңыздар. Мына шаруалардың ағын сумен қамтамасыз ету және су үнемдеу технологиясын ендіру жұмыстарын өз бақылауыңызға алып, нәтижелі жұмысты көрсету қажет. Түсінікті ме? 20 жылғы вегетациялық кезең басталғанға дейін барлық су шаруашылық саласындағы жұмыстарды толық аяқтауды, аудан қала әкімдерімен бірлесіп бекітілген егіс құрылым бойынша шаруалармен келісім шарт тұруды тапсырамын. Былтырғы жылдай қатысушылар келісімге мен айтқам, тиісті аудан әкіммен міндетті түрде келісу. Аудан әкімдер нақты комиссия құрыңдар, осылармен бірлесіп. Мүлдем ондай фактор болмау керек. Бекітілген лимит бар әр дақылға. Соған жауапты боласыңдар. Мәжілісте облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы баяндама жасады. Айтуынша, облыста суармалы жердің жалпы көлемі 575 мың гектарды құрайды. 2025 жылы облысқа 4,6 миллион текше метр ағын су лимиті бекітілген. Алайда су көлемінің аз келу болжамына байланысты биылға лимит 3,8 миллион текше метр болып қайта қаралды. Өткен жылы нақты алынған судың көлемі 3,5 миллион текше метрді құрап, бекітілген лимиттің 76% орындалған. Суармалы жерлер негізі 4 су шаруашылық бассейндері арқылы ағын сумен қамтамасыз етеді. Олардың негізгісі Сырдария, Арыс және Келес өзендері. Трансшекаралық өзендер арқылы облыста 314 мың гектар суармалы жер ағын сумен қамтамасыз етіліп отыр. Жаһандық жылынудың әсерінен трансшекаралық өзендердің келетін ағын су көлемі жыл сайын азаюда. Былтырғы жылы 3,2 миллиард ағын су лимиті бекітіліп, нақты 2,8 миллиард метр куб су босатылды. Немесе бұл жалпы бекітілген лимиттен 88%-ын құрады. Ағымдағы жылға ағын су лимиті 2,6 миллиард теңге көлемінде бекітілді. Бұл нақты су пайдалану қажеттілігінен 200 миллион кубқа кем. Су қоймаларға су жинақтау шаралары тұрақты бақылауда. Облыстағы 42 су қоймалардың жалпы сыйымдылығы 8,8 миллиард метр куб суды құрайды. Бүгінгі күнге толу деңгейі 4 миллиард немесе 47% құрап отыр. Шардара су қоймасына 3,3 миллиард бүгінгі күнге су жиналды. Су кірісі 450 метр куб секундына, шығыс 600 метр куб секундына. Бұл жерде Сырдария өзеніне 150 метр куб секунд тасталып жатыр. Көксарайға 450 метр куб тасталып жатыр. Көксарай су реттегішіне 683 миллион куб су жиналды. Су кірісі қазір таңда 450 миллион куб. Бөген су қоймасына 175 миллион су жиналды. Су кірісі 26 метр куб секундына. Вегетациялық маусым басталғанға дейін су қоймаларға су көлемін толық жинауға мүмкіндік бар. Қазгидромет болжамы бойынша ағымдағы жылы облыста өткен жылғы жағдай су тапшылығының сақталуы күтілуде. Осыған орай аудан қала әкімдіктері ылғал сүйгіш дақылдар көлемін азайту, су үнемдеу технологияларына көшу жұмыстарын күшейту қажет. Су тапшылығының алдын алу мақсатында жаңа су қоймаларын салу жұмыстары жүргізілуде. Алдағы жылдары Ордабасы және Сауран аудандарында Боралдай және Иқансу су қоймаларын салу көзделген. Бұл жобалар толық іске асқан жағдайда Бөген су қоймасына қосымша 120 миллион текше метр ағын су жеткізіліп, Түркістан қаласы аумағындағы су мәселесін шешуге мүмкіндік туады. Алдағы уақытта су тапшылығы мәселесін төмендету бағытында мемлекет басшысының жаңа бөгеттер салу және су қоймаларын құрылыстарын жүргізу тапсырмасына сәйкес Бәйдібек ата, Боралдай, Қарақуыс, Иқансу қоймаларын салу жобалары әзірленді. Суармалы ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында су үнемдеу технологияларын ендірудің 2030 жылдарға дейін жоспары әзірленді. Жыл сайын 50 мың гектарға технологияны қосымша ендіру арқылы 2030 жылға қарай 364 мың гектар алқапты
алқаптан 622,8 миллион куб су үнемдеу көздеп отырмыз. Трансшекаралық каналдарға тәуелділікті төмендету мақсатында мынау Мақтаарал, Шардара, Жетісай аудандарында 24 мың гектар су үнемдеу технологиялары енгізілетін болады биыл. Жалпы су үнемдеу технологиясын ағымдағы жылы орындауға толық мүмкіндігіміз бар. Сондай-ақ биыл Ислам даму банкінің қаржысы есебінен су шаруашылығы инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары басталады. Су ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында 2030 жылға дейін су үнемдеу технологияларын енгізу жоспары бекітілген. Жыл сайын 50 мың гектарға су үнемдеу технологияларын енгізу арқылы 2030 жылға қарай 622,8 миллион текше метр су үнемдеуге қол жеткізу көзделіп отыр. Арайлы Мәділхан қызы, Рауан Тастанбеков, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.